Подкаст нашбоец.kz. Құрметті ағайындар, Данеш Дүнгенбаев, біздің бірінші қонағымыз, наш первый гость. Данеш Дүнгенбаев, человек, который разорвал Азербайджан, Баку. Может быть, мүмкін типа громкие слова болып кетті, бірақ сонда да Данеш Дүнгенбаев ағамыз, Азат Мақсумның бас бапкері, ол біріншіден. Триумф Файт клубының бас бапкеріңіз. Бекзат Алмаханның бас бапкеріңіз. И еще қазір жаңа сіздің өкіліңіз, это получается Тимур Серікұлы. Дұрыс қой, бәрін дұрыс айтып тұр. Құрметті ағайындар, мүмкін көрмесеңіз, біріншіден ол Бекзат Алмаханның жекпе-жегі Катонамен шыққан UFC-де, Канадада, по-моему, Канадада шыққан. Бірінші раундта біздің бауырымыз конкретно әп-әдемі нокаутқа сол Катонаны жіберді. Енді міне өткен демалыс күндері UFC Баку болды. Сол UFC Бакуда Азат Мақсум Тагир Уламбековпен 3 раунд бойынша өкінішке орай төрешілердің шешімімен жеңіліп қалды Тагирға. Енді Дәке, уже қанша бір 10 жылдай достасып жүрміз. Уже 10 жыл болды да, наверняка, неден Қазақ ұлттық федерацияның жекпе-жек федерациясынан бастап әңгімелесіп, достасып, осы ММА туралы. Сізге бірінші сұрақ. Міне, сіздің лақабатыңыз волевой. Өз кезіңізде, өзіңізді неге ММА-ға шықтыңыз? Сол карьераңыз қалай болды? Сол өзде қандай ережелер болды? Қайда болды? Осы туралы айтып беріңізші. Чтобы біздің, допустим, зрительдар сіз кім екенін, чтобы кішкене білсін деп. Енді солай дұрыс айтасыз, біз енді бірнеше жылдан бері таныспыз. Осы уақытқа дейін біздің отношениямыз өте жақсы. Мен сізді өте құрметтеймін. Рахмет. Әрқашанда жаңағы жарыста болсын, қандай болсын, мені жаңағы реклама етесіз, айтасыз деген сияқты. Ол жағына ешқандай не жоқ. Рахмет үлкен. Енді жаңа сіз айтқанда, ол 90 жылдан бері осы UFC-дан ғой негізі. Басталған нәрсе осы UFC-дан, осы Азияға деген сияқты әлемге осы UFC-дан бастап тарады ғой жаңағы. Содан алды ғой бәрін. Ең бірінші мысалға есіңізде болса, сіз тем более осы спорттың саласында жүргеннен кейін Танк Эберт, жаңағы рестлер болды, Шемрик чемпион болған кезде. Солардың бойлары мысалға қарасаңыз 90 жылдар басталды ғой, сол кезде 30 минут бір раунд болатын. Мысалы сол кезде Олег Тақтаров төбелескен кезде қанша Шемриктің астында 29 минут езіліп жатқан видеолар болды, мысалы бойлар болды. Кейін тұрып жаңа болевой жасап кеткен сондай нелер болды. Тура сол сияқты біздің уақытта осында 94-95-терде басталды универсальный боец деп осы Алматыда. Сол кезде мен ең бірінші осы балуаншылықта мен осы рекламаны көріп келіп қатысқан болатын. Ораға жасыңыз нешеде болды? Ол кезде мен жасым 21-де болды. Жасынан бастадым ғой. Сол кезде бастадым, бірақ салмағым жеткен жоқ. Ол жерде жаңағы не мынандай болатын, 75 килограмм, содан кейін 75 пен 85 килограмм арасында, содан одан жоғары 2 салмақ қана болды ғой. Мен келгенде мен өзім салмағым 62 килограмм болып келдім, бірақ мен қатыстырған жоқ жерде. Какой-то бір өзіміз ходтарды тауып, жолын тауып, сол жарысқа қатыстым. Чемпион болдым. Чемпион болды. Ол гран-при болды ма сол или қалай? Бұл жерде бізде сондай болды ғой. Бір бой деген жоқ олда біздің уақытта. 16 боец жинайды, ар жақтан Ақтөбеден, Өскеменнен, анамнан бәр жақтан 16 боец келеді, жиналады. Салмақтарын өлшейді, даныларын деді, расписка жасаймыз. И содан кейін бәрі бір-бірімен төбелесеміз. 8-8 боламыз. Төбелесіп жаңағы А группа, Б группа ең аяғында жаңағы 2 финалист төбелесіп. Бір күнде өтеді, 2 сағаттың ішінде тез өтеді. Ол уақытта жаңағы ортасында перерыв анау деген жоқ. 30 минут уақыттан болады, енді 30 минут редко болатын. 30 минут, получается, бір-ақ раунд болды ғой ол кезде. Бір-ақ раунд 30 минут. Ережелері қандай болды? Ереже ол жерде жоқ десек те болады. Ол жерде перчатка жоқ мысалға. Қазір уақытта чингел жоқ. Капыны қарамайды. Капы кемітсең өз үшін киесің, бандаж екеуін. Так қарамайды, бандаж шағам десең де без проблем. И баспен де ұрасың, шынтақпен де соғасың, бәрі бар ол жерде. Аяқпен басқа. В общем-да, лежачий. Жатқанда баспен де тебе бересің, бәрі бар ғой. Кейін өзгерді ғой, мен бір 3-4 жарысқа қатыстым, чемпион болып жүрдім, 2-3 рет чемпион болдым. Кейін олар организация өзімен шақырып жүрді. Кейін Қырғызстанға бардым, уже кейін 5 минут, 10 минуттан 3 раунд бола бастады, есіңізде болса жоқ. UFC-дан келді ғой, мировой неден. Кейін бізде де солай өте бастады. Қырғызстанға барғанда Қырғызстанда 10 минуттан 3 раунд төбелесіп жүрдім мысалға. Кейін 5 минуттан 5 раундқа барды.
сөйтіп осы уақытқа дейін қазір 5 минутқа келді ғой. Иә, сондай болды да, действительно. Сіздің рекордыңыз қандай? Официальный рекордыңыз? Енді мен өз басым жаңа осы көп жаңа бұл нелер журналисттер осы жағында сұрақ қояды. Жаңа негізі мен официально жаңағы не бойынша рекорд 82 деп жазылып тұр ғой жаңағы. 82? Иә, 82 деп жазылып тұрады, бірақ мен өз бойым мысалы қанша жекпе-жек өткіздім, мен білемін ғой қанша 48 жекпе-жек өткізген мен. 48. Иә. Бұл мынандай ситуация болған, Асқат Ерболат Бушедан білесіз ғой? Иә. Президент болған Кристалл, Алаш Прайд, иә. Ол менің өзім досым, жаңағы кезінде жаңағы осы ең бірінші жекпе-жек бастаған кезде ол кісі таможняда жұмыс жасап жүрді, сол кісі біраз көмектесіп, квартира снимать етіп, басқа да жағдайлармен жүрді. Мен өзім тренировка жасағанға өте көп көмектескен жігіттің біреуі Асқат Ерболат деген. Сол жігіт жаңағы осылай Кореяда 2005 жылы Кореяда бір жарыс болатын болды. Сол жерде менің данныйларымды беру керек болды да. И Асқат алады да, сол жерден мен 82 деп жазған. Мен айтамын, Асқат неге 82 деп жаздың? Сен 82, одан да көп жекпе-жек өткізіп тастадың дейді. Не үшін десем, мен Асқатпен жүргенде мен жарыстан бөлек жаңағы таможенниктардың телохранительдермен, водительдермен, кикбоксингтермен өте көп төбелескен мен ол. Соны санап жатыр ғой. Алғанда қосқанда 82 жекпе-жек деп бірмен ұрасаған ғой. И сонымен кетті ғой, сол бойынша тоқтамай. А вообще 48-де жекпе-жегім бар официально жаңа видео кассетада. 48-де 0 ба сонда? Иә. Ужас. Құрметті ағайындар, 48, вот просто официальный да 48 рет төбелесіп, еще ереже жоқ, уақыт жоқ, no limit, no fear дегенде, қалай там, no time. Сол ғой. Ужас. Міне осындай адамдар. Тағы бір қосқан кетейін, менде қанша жекпе-жек өткіздім, ешқашан менде судейский решение болған емес. Чисто финиш. Бәрі финиш. Добивание болмаса нокаут болған жоқ енді. Основном жаңа күресіп, добивание удешениемен алды. Сіздің фишкаңыз қандай болды? Основном менің ең үлкен өзім білетін не, функционалка мен ешқашан қирамат етпейтін. Мен бүкіл байыстарым бәрін функционалкамен алатын. Получается, вот именно бензин өшіп қалады, и сіз сонда сол кезде уже начинает. Тем более біздің уақытта жаңағы бір күнде келесіз, 4 жекпе-жек, полный бойды жеңіп шығып. Гран-прида. Гран-при жеңу үшін 4 жекпе-жек өткізесіз. Бір күннің ішінде. Мен самый главный бірінші жекпе-жектен өтіп алсам болды. Бірінші жекпе-жектен өттім ба, екінші, үшінші, төртіншіні вообще мен уверен, потому что мен білемін да сопернигіміз көзден көріп тұрамын, что шаршап тұрған, өшіп тұрған. А сізде получается функционалка номер 1. Функционалка мен даже вольниктардың сборниктермен болған кезде, мен өзім негізі вольникпін ғой. Осы вольниктар, тренерлер, біздің ағайларымыз бәрі біледі. Даже осы Маулен Мамыр, Ислам Байрамов бәріміз бір уақытта дайындалдық қой. Олардың бәрі біледі, мен қанша сборда, мен ешқашан бірінші орынды мен бермегем ғой. Осыдан жаңағы медеуге жүгірген кезде мен функционалка менде табиғи менде болды ғой мен. Осындай батырларымыз, құрметті ағайындар. Я сразу кішкене сіз туралы тағы да бір-екі сөз айтып жіберейін. Друзья, вот Данеша сколько знаю, вот такие, вот скромный адам, қарапайым ғой, қазақша, скромный. Вот именно, Данеш, вы прям очень скромный человек. Сізді білетін вот сондай. Я очень рад знакомству. Енді, давайте, главный вопросқа сначала, да, сразу с места в карьер. Азат Мақсум, Тагир Уламбеков. Сіз, получается, бір ай бұрын, да, соған вообще келістіңдер, сол жекпе-жекке. Бір ай бұрын. Тура бір ай бұрын. Да. Но, в принципе, біз осы туралы бір интервьюм бар, құрметті ағайындар. Мен ютуб-ардамда и инстаграм, телеграмдарда бәрі жерде бар. Сіз айттыңыз то, что когда Бекзат Катонаға дайындалғанда, как раз таки Азат екеуі США-ға барып, Американ топ-тим, да, екеуі, короче, дайындалып. То есть, в принципе, Азаттың формасы болды. Айтуға болмайды, допустим, ойбай формасы жай читы. Ондайға айтуға, в принципе, нормальная подготовка болды. Енді міне, сізге осындай ұсыныс кеп тұр. Тагир Уламбеков пен UFC Бакуда жекпе-жекке. Сіздің ойыңыз міне Уламбеков туралы қандай болды? Разбор полетов қандай болды? Көрдіңіз ғой, не істей алады, не істей алмайды? Вот общая вот мысль о нем, мнение қандай болды? Бойды берген кезде ма? Иә. Берген кезде и, допустим, уже қарап ойланып дегендей. Оны қарап ойланғанда бізге жекпе-жекті предлагать етті ғой. Ең біріншіден жаңағы осылай ұсыныс келген кезде біз бірден қабылдадық. Азатқа да мен енді айтып едім, Азат айтты, болды қабылдаймын, без проблем деді. Енді тренировочный процесске келетін болсақ, ол енді Бекзат Америкаға кетті ғой, сол кезде қосып жібердім Азат екеуін, потому что екеуі бірге дайындалсын, бірге опыт алсын деп, қаншалықты сборға барған сайын соперник байыз опыт алады ғой. Бұл жерде бір ғана сырып болды Азатта, жаңағы неден
Америкадан жана Канадаға кеткен кезде 10 Бекзат. Бекзат салмақ қойды, сол кезде ол 5 тренировка қалып қалды да, Азат. И осы жақтан сол жақтан келді, келгеннен кейін тем более мына жерде бір апта адаптация болды, кішкене слабый нетті. Сол кезде бізге ұсыныс келді, соны қараз уақытты қарадым, примерно ровно 1 ай 5 күн ба, сондай примерно сондай болды расчет бойынша. И тренировочный процессті алып келуге болды. Енді тағы да кішкене бір уақыт болғанда кроссфитті жаңа қосатын бір нелер болды, енді сол жетіспей қалды негізінде. Бірақ соған біз алып келдік. Откат етіп нетіп алып келдік соған. Қанат деген рахмет тренер Қасым көмекшім бар. Екеуміз ақылдасып, басқа да мен негізі өзімнің байестермен көп ақылдасамын. И Бекзат бар, Азат бар, бәріміз отыра қалдық та бірден ақылдастық та жаңағы. В принципе нормально болады, осыған алып келсек болады деп қабылдадық. И уланды тем более біз білеміз. Вот не білесіз ол туралы? Плюстары, минустары қандай көрдіңіз сондай? Вот тактиканы, стратегияны неткенде? Просто мен ғана это фантастика болды ғой. Мен енді сұла былай ғой, уланды мен айкымды тагерді қабылдаған кезде мен оны білетімін, жалғаспен төбескенде, асумен төбескенде, одан кейінгі UFC-да мысалға қанша 4 па 5 жекпе-жек өткізді ғой, біреуінде ғана жеңілді, қалған бәрін жеңді ғой, сам 5 минутта. Енді UFC-де төбелесіп андай өнер көрсетіп жүрген ол байыс оңай емес. Мен сразу білдім Ульвин өсіп кеткен. Бірақ қаншалықты өссе де мен сразу балаларға айттым, Азатқа айттым, Азат сен күрестен бермейтін болсаң екі позиция дедім. Аяққа кірген кезде мойынды бермеу керек, арқаны бермеу керек. Осы екі нәрсеге тұрсаң болды, мен саған 100% уверенмін, сен оған бой бересің дедім. Тура осылай деп айттым. Болды аға деді. И біз основной біз залда тренировкада жаңағы Абай Жалал бар, Бекзат Армахан, Қанат Рақым тренерлердің основной жаңағы задача именно сол күреске өте көп дайындалдық. Енді қолға енді тоже дайындалдық қой. Біз негізі мақсаты көзге бермей қолмен енді ұрып аламыз деген нелер болды, бірақ кішкене қол жүрмей қалды шын айтсақ. Пландар болған негізі, сол істелмей қалды. Получается, вот именно защита от проходов ноги тейкдаунда уже өз клубтарыңызда істедіңіз, да? В основном подготовка. И міне қараңыз, вообще осы жекпе-жек туралы, допустим, бірінші раунд еске алайық. Қалай өтті өзіңіз? Өз ойыңызды айтып жіберіңізші. Қандай ошибкалар, минустары болды? Сосын все-таки маған өте ұнағаны, ана, допустим, бірінші раунд пен екінші раундтың жүрісінде, да, перерывында, сіздің айтқан сөздеріңіз өте маған ұнады, шын айтсам. Өйткені мен уже осы туралы айтқам ана Найзадай подкастта. Себебі ана бірінші соңғы жекпе-жегі Чарльз Джонсонмен шыққанда, менің ойымша именно сіз ана жерде жетіспедіңіз, конкретно сіз болу керек едіңіз ана секунданы голда. Именно сіздің сөздеріңіз менің ойымша жетіспеді ана жерде. Жеткен жоқ. Сол жерде. Жеткен жоқ сіздің сөзіңіз, сіздің біліміңіз, допустим, да, қалай нету керек екен. Себебі, допустим, бірінші раундтан кейін Азат басқаша шықты. Уверенностьмен шықты. Мотивациясымен шықты. Міне осы туралы бірінші раунд қалай өтті? Қандай мотивация болды сізден? Вообще қандай ой болды? Қандай план бой болды? Осы туралы айтып жіберіңізші. Дұрыс айтасыз, ең біріншіден жаңағы Джонсонмен төбелескен кезде де Бекзат болсын, мен конкретно айтайын, былайша айтқан кезде сөздің ашығына келгенде Бекзат Алмаханда, Азат Мақсумда қандай мен байесім болмасын, олар қашан мен қасында боламын, олар басқаша өздері айтады маған. Аға, сіз бізге даже келіп қолымызды уқалап ештеңе істемесеңіз де просто қасымда тұрып бір глоток су берсеңіз бізге жеткілікті дейді. Бізге сол мотивация дейді. Потому что мен білемін ғой, өзім байеспін, өзім төбелескенмін. Қашан қасында уверен байестер сонда адамдар тұрған кезде адамда уже не болады, мотивация басқаша болады. Сондықтан да мен осы Бакуге де жаңа қасыма жаңа Абай мен Бекзатты қосқанымда сол екеуі байес, тем более действующий байестер, и өзім болдым. И бойдың алдында да мен мысалға сөйлестіген, әңгімелескен нелер болды. И тура сол бойдың алдында мен Азатқа айттым, Азат бірінші раундта осы мен көресіңдер, шығасыңдар, примерно 1 минуттан аса берген кезде ол сені тексереді күреске. Обязательно Азат соған дайын бол дедім. Тура сол бірінші раундта тура сол келді ғой. Раз келді, бірінші раундта та істеді, бермей қойды. Мен оған айттым, бірінші раундта бермей қойсың, екінші раундта ол саған көзге бармайды дедім. И тура сол келді ғой. Тура сол келді. Бірінші раундта Азат бермей қойды, аяқын өтті, тура өзінің тагердің жасайтын соғы жаңағы, аяққа қарайды, белін ауысады да арқасына береді. Ештеңке істей алмады. Ештеңке істей алмады, вообще просто нереально красиво болды. Защита от тейкдауна фантастика болды. Даже 2 мен 3 попыткада жасаған жоқ. Да. Бірінші раундты кімге бересіз? Мен ол жерде судействоны былай деп мен точность нетпей. Жоқ, өз ойыңызды айтыңыз. Өзім ойым, бірінші раундта мен кішкене былай
50-50 деп айтса болады. 50-50. 50-50. Так, енді міне уже мотивированный болып Азат екінші раундқа шықты. Екінші раунд қалай өтті? Өз ойыңызды айтшы. Екінші раундта мен қазір шын айтсам не қылдым, 2-де или 3-те Азат андай нелер болды. Азат ұрған кезде Тагер кішкене басын алып қалып, бір-екі рет андай точный ударлар болды, бірақ та андай Азат проваливаться еткен бір. Контратакалар жақсы болды ана. Мен білем, потому что кімде Тагерда удар жоқ. Мен негізі айтқам екінші раундта ол жерде сөздерім жазмай қалған екен негізінде. Мен айтқам 2 мен 3-те прямо рубкаға бар деген болатын. Прямо қорықпа Азат, прямо жақында да рубкаға бар деп айтқан. Задание солай болады. И прямо оң жаққа кішкене, прям прямой бар ма, кішкене оң жаққа, сол жаққа прям уклонмен проваливаться етіп барып, жақындап қолыңды лақтырып отыр. Сол жетеді деген. Сол план негізі жүрмей қалды. Істе өзі де кішкене қолым қатып өзі айки жұмыс жасамай қалды негізі Азатта. Сондай болды. Екінші раундты кімге бересіз? Екінші раундты мен енді Азатқа кішкене басымдық беретін, бірақ та бір-екі удар жіберіп қойғаны бар. Жаңағы ең аяғындағы несі бар, көзі бар, осы тикдаунмен мысалы Азатқа көзім оқшамай кеткен. Тикдаунмен. Иә. Концовкадағы. Иә. Кімге бересіз? Азатқа. Азатқа бересіз. Екінші раунд. Енді міне главный финальный 3-ші раунд. Во-первых, перерывта Азатқа қандай сөз айтылды, қандай ой айтылды, и сол ол бәрін істей алды ма 3-ші раундта? И 3-ші раунд қалай өтті? Осы айтып беріңізші. 3-ші раундта мен конкретно былай шынын айтқанда Азатта бәрі жақсы болды, кішкене бағандай не бар ғой бар. Мен негізі айтқанмын, болды 5-ақ минут уақыт қалды, 5 минут прямо барда рубкаға кіріп қорықпа, сен функционалдың бәрі жетіп тұр дедім. Сол кішкене агрессия жетіспей қалды Азатта бар ғой, андай бар ашулық бар ғой, барып тұрып кірісу керек та жаңағы. Сол нәрселер болмай қалды. Енді былай қарасам, мен кейінде бойды бір рет қарап шықтым, сол кезде ана Тагер кішкене алдыға жүрген нелер бар енді, давлениемен. Бірақ Азатта прямо артқа полный раундтар жүрмеген енді. Тоже атакада жасады, кейбір ударлар тимей қалды, мысалы сондай нелер болды. Енді өзім ойым негізі ең жоқ дегенде Ниче болу керек негізі. Бірақ судействолармен енді келіспеймін деп те айта алмаймын. Потому что мировой уровеньдағы нелер, олардың да бір санап атқан нелер бар шығар. Мен келіспеймін, мен конкретно келіспеймін, мен айта беремін. Иә. Мен қандай болғанда да мен енді Азатқа мен енді ризамын шын айтсам. Ризаңыз. Иә. Осы бойына риза болдым. Кішкене айтын жетіспеушілік бар енді, оны ары қарай. Неменесі, допустим, вот в целом осы 3 раундты алсақ, в целом дайындықты алсақ, да, допустим, Тагер Уламбековты алсақ, допустим, да. Кстати, осындай вот міне сұрақ. Тагердің күресі жетпей қалды вообще. Вообще. Болды ма осындай то, что сендер вот Тагерді кішкене переоценивать еттіңдер? Или наоборот, именно солай болады деп ойладыңдар ма? Көз жағына ма? Иә. Жоқ, енді біз не қылды, бірақ Азаттың өзі уверен болды көзіне. Аға, мен көзіме өзім сенімдімін деді. Тура осылай айтты Азат. Мен айттым, Азат, сен өзің көзің бар баласың. Сен самый главный алдыдан аяғын, тем более мен білем ғой, вольник бала, өзім залымда жүрген бала. Аяғыңды алдынан бермейтін болсаң, ол сенің артыңнан зачем шығарып оны дальше нетесің. Артыңа шықма, сенде проблема басылады. Зачем саған? Бірақ алдынан берме, болды. Дальше өзіңдікін жасайсың деп. Сондай болды. Келесі сұрақ. Ал енді міне осындай, осы жылы Құдай қаласа реванш болса, қалай ойлайсыз? Кім жеңеді? Қалай жеңеді? Қалай жеңесіз? Қандай қате болды? Міне осы жекпе-жекте қандай немен уже, допустим, уже жұмыс істеу керек, қай жерін, допустим, минустары, осы туралы айтып жеңізші. Енді соламен реванш болады, болмайды. Жоқ, предположим. Просто жай елестейік. Болып жатса ма? Иә. Енді оны мен қазір тура осылай деп айта алмаймын, бірақ біз Уланды, біз кімді Тагерді жаңағы нетеміз. Бәрін де білеміз. Ол да байыз қой, ол да дайындалды, оның командасы да тем более Макачев бар, басқа да мықты байыстар бар. Хабиб өзі контроль жасайды мысалға. Оларда мысалға нетуге болмайды, бір нәрседе қалмайды. Оларда мысалға қазір осы Азатпен төбескен бойы, оларға да мысалға конкретно сабақ болады. Сабақ, конкретный сабақ. Даже қазір барып мысалға кеше мен өзім лично видео звонокпен Хабибпен сөйлестім. Иә. Өзі жаңағы не болып жатыр да, жаңағындай сендерге вообще ешқандай не жоқ, клубтаңа жаңағы ризамын. Мен өзім бірінші рет сөйлестім. Прям видео звонокпен жаңағы сөйлестік екеуміз. Любой время келіңдер, сендер үшін есік ашық. Біз мысалға алдында біз бара алмай жүретінбіз ғой. Барған кезде кечкаға баратынбыз, басқа да залдарға барып сөйтіп қайтып жүрген балалар болатын. Қазір мысалға бізге есік енді ашық деп ойлаймын. Өзі лично Хабибпен осындай әңгіме болса, енді өзі лично айтты.
Бекзат, Азат, басқа да балаларың бар, без проблем дәке алып кел брат деп өзі айтты. Ол конкретно же считается дейді ғой, конкретно Хабиб деген ол менің ойымша 70 келіде, мен білмеймін, өзімен номер один. Сен жаңағы дагестанский нені клубтың несін алып алдық. Я. Это очень. Лично өзім контроль аламын, келіңдер күтемін деп не алды. Такие прям респект и уважуха нашему Хабибу брату. Осындай сұрақ сізге. Міне қараңыз, естідіңіз ба, көрдіңіз ба сондай видеоны? Ана Такир Уламбеков, по-моему, уже раздевалкада біреуге, короче, шыққанда айтты, вот Азатпен менің, короче, карьерамда ең қиын, короче, осындай не жекпе-жегім болды, вот именно Азат Мақсуммен. Бірақ сосын уже бір пресс-стенада бір журналистке айтып жатыр, короче, просто ол жерде эмоциямен жаңа айта салдым дейді. На самом деле, кейбір кездерде вроде бы ничего болды. Осы туралы не деп ойлайсыз? Енді ол жерде Байыстың жаңағы өзінің бір нелері бар шығар, енді ошибка жаңағы интервью бергенде де кейде сасып қаласың, нетесің деген сияқты. Бірақ енді мен өз басым Тагирға действительно қиын болды. Неге десеңіз, мен уже сол 8-й ішінде тұрып та мен де оларға қарап отырдым ғой. Командасына қарадым, былай қарадым, уже Хабибтарына, Мақачевтарына қалай уже нетіп жатқандарын. И мен уланның бірінші раундтан кейін уже ода потеря болды. Кәдімгідей ода күреске бермей қойған соң уже ол не істерін білмей қалды да уже. Чисто уже Хабибтің несімен айтқанмен период деген на характер кетті ғой, сондай болды. А так мен Хабибке кімге жаңағы Тагирға мен жеңіл болды деп айта алмаймын уже. 4-ші раунд, 5-ші раунд болса. 4 пен 5-те болса ол железно. Азат. Дома бар еді ғой. Құрметті ағайындар. Уламбеков Тагир спасся, не было 4-го и 5-го раунда. Потому что мен Азаттың функционалысын білемін ғой. Тем более сол жерде постановление қабыл. Тем более мен осы жолы мысалға мен диетологтың мысалға көп нәрсені үйрендім. Так что мен келесі мықты байестер болса жаңағы диетолог жағынан несеңдер, тоже можете обращаться. Все, иншалла. Ағамыз бар. Сонда мен ақындап қозғап жатырмын соны. Все, отлично. Даке, осындай сізге сұрақ. Енді сол жерде Бакуда Дана Уайтпен ба, матчмейкерлермен ба, әңгіме болды ма, бірдеңке айтты ма Азат туралы, вообще қалай бірдеңке? Ол мен лично өзім ол жағынан вообще неткен жоқпын, әңгімелескен жоқпын, бірақ сол жерде әңгімелер болды, журналистер болды бізбен бірге барып. Олар өздері сұрақ қойып, мен киноны интернеттен жаңағы көріп аттым. Осылай сұрақ қойып жатқандарын. А вот так вот мен лично өзім. Так, енді давайте келесі, допустим, ну в любом случае Азат биыл шығады ма тағы да? Азатпен кеше ғана осы турасында әңгімелестік. Бекзатпен кеше жолда келетіп әңгімелестік, Бакуден келе жатқан кезде. Қазір Бекзат кішкене бір айдың көлемінде жаңағы емделіп жатыр. Қазір Бекзат туралы айтты. Азат сол тура екеуі почти бірге келіп тұр да, сосын айтып жатыр да. Негізі екеуін бірге мен Америкаға сборға жіберсем деп отырмын, қазір ақылдасып жатырмыз. Бірақ Азатпен кеше сөйлескенде осы жерде қазір оның да алдында аяқ сынды ғой. Сол кезде темір бар да, соны алдап тастау керек. Сол біраз осында өзімізде тренировканы жасай береді. Бірақ ол күзге дайын, октябрь ноябрьге берсе шығамын деп отыр. Сол жақындаған кезде уже менеджерларыңыз біледі соны да, уже получается уже в принципе. Ескертіп қойғанбыз. Ладно. Примерно. UFC Баку қалай сізге? Вообще UFC қалай сізге? Ұнады ма осындай тұжырым, осындай вообще Бакуда, Әзербайжанда болған? Мен өзім бірінші рет болдым ғой. Тем более жаңағы өте халық көп, ана жердің организациясы басқаша, ана нелері алып кету. Не жоқ, ондай организация бірінші рет болдым. Вообще ұнады маған. Бәрі четко ғой, как положено, бәрі өзінің орнымен, ешқандай не жоқ ол жерде. Даже вопрос қоя алмайсың ғой жерде. Бәрін по полкам жібереді ғой, салмақ өлшеу, медиасы қай уақытта, бәрін. Қазіргі кезде, құрметті ағайындар, міне қазіргі кезде Данеш Дүнгенбаев, бас бапкер, Қазақстаннан жалғыз ғана осындай бапкер, екі өкілі, которые UFC-де өнерін көрсетіп жатыр. Это не просто так, құрметті ағайындар, если что. Единственный тренер, у которого 2 его ученика показывают высший класс, суперский класс в UFC, в самой лучшей лиге мира, если что. Так, енді, даке, екінші, так скажем, бөлім, да? Бекзат Алмахан. Бекзат Алмахан туралы айтып жіберіңіз. Қалай, не істеп жүр, қашан шығады, план на бой дегенде кіммен шығады? Міне Катонамен шықты, Катона туралы айтып жіберіңіз. Қалай дайындық болды, не істедіңіз? Вот бәрін осы Бекзат туралы айтып жіберіңізші.
Катоно менде жана бизге ұсыныс келгенде бірден қабылдадық. Ол да сразу Бекзатта бірден қабылдады, потому что мен Катонаның бойын қараған кезде Бекзатқа да удобный соперник болды. Бірден қабылдадық, бірден тактика қойып сол. Кешіріңіз, құрметті ағайындар, Катона, если что, ана қазір Алиби Идрис бауырымыз ана таф реалитида 30 сезонында өнерін көрсетіп жатыр. Катона деген жігіт өз кезінде мына тафты 2 рет жеңді. Так что непростой дядя Вася шықты. Ешқашан жаңағы нет финишпен ешқашан да жеңілген жоқ. Всегда только по очкам жеңіліп жүрген жігіт. Очкам ұтылған. Сондықтан да мен Бекзатты мен шынымды айтсам 3 раунд до конца төбелеседі деп сондай план болған. Бірақ Бекзатқа мен айттым, қатты салынба, құлатып тастаймын деп неғыма, бірақ очкам сен оны в одни ворота ұтасың деп сондай план. Солай. Прям басында солай деп айттым. Бірақ енді жақсылап тисе құлауы мүмкін, а так сен оны прямо құлатып тастаймын деп не, ну как положено өзіңнің жұмысыңды істейсің болды деп. И тура солай болды. Тем более Америка топ тимға барып мықты тренерлермен мысалы өзі мысалға Бекзат риза болып келді. Риза болып келді. Не деп жатыр? Аға ана Америка топ тимға барып сбор өткізген қалай күшті болды. Ол жерде дейді вообще әлемдегі мықты нелер. Ең мықтылар түсті ғой. Пантожа бар. Чемпион мысалға ел жүретін. Басқа да мықты нелер. UFC-дің бәрі UFC-дің байыстар ғой. Каждыйдың өзінің фишкалары бар мысалы. Соларды үйреніп келген мысалы өзіне мына жерге келіп маған көрсетеді. Мен өзім мысалға қуанамын, мысалы бір нәрсе бала көрсетсе, уже значит қараймын, балада уже рост бар, уже талант бар, үйреніп жатыр деген нәрсе ғой. Келеді, аға мынандай нәрсе бар екен, біз мынаны былай жасап жүр екенбіз, оказывается мынаны былай жасасаңыз вообще басқаша екен. Ну-ка давай қалай, былай. Молодец, күшті. И сол сияқты мен өзім енді Америкаға виза алмай жете алмай жаттым ғой. Негізі осы Қазақстандағы нәрсенің бәрін алдық қой, өзімізде бар деп ойлаймын. Әлі де жетіспеушілік өте көп қой, үйренетін нәрселер. Америкаға жаңағы үлкен клубтарға барсам жақсы болар еді, бірақ енді основном балаларға задание беремін көбінесе. Үйреніңдер, босқа жүрмеңдер деп айтамын. Сіз вот Азаттың и Бекзаттың вы лидер. Сіз олардың бапкері, вот действительно прям не айтсаңыз да соны істейді. Это самое главное. Бапкер деген ол екінші әке дейді ғой. Бізде дисциплина енді өте, мен балаларға дисциплина жағынан өте қатты. Дисциплина бар жерде рост болады ғой. Да, дұрыс, дәл айтасыз. Дәке, мен осындай хабарды естідім, что мүмкін 23 тамыз күні Шанхай қаласында UFC Шанхай болады, и мүмкін сол жерде Бекзат Алмахан жекпе-жекке шығады. Осы туралы не дейсіз? Осы август айынан? Ондай шықпайды. Шықса қашан шығады? Шықса октябрь айында шығады. Октябрь айында. Пока емес хотя бы примерно қарсыласы бар ма? Кеше ғана осы Бакуде Саята барып сөйлестік. Примерно бізге айтты, октябрьдің 18-інде деді ғой, Канадада тоже самый. Басқа қаласында деді. Басқа қаласында. Соны айтты, қарсыласын Дубайды айтты. Қарсыластарын әлі не? Топ 10-дің ішінен ба? Онда жоқ, пока жоқ. Ну, Совет. Даже өзім, шын айтсам, мен өзім қазір топ 10, топ 5-тарға мен вообще Бекзатқа даже пока керек емес асып жатсам. Ну, может быть, хотя беріп жатса, прямо бізге предлагать етсе, біз дәл сондаймен шығып жатсыз ғой, Дәке. Вот именно бергенде, ал давай, вот даже бірінші жекпе-жек Бекзаттың Омар Нұрмағамедовпен. Енді ол кезде бізде ситуация жай шықты ғой. Мен сол жерде, кстати говоря, құрметті ағайындар, сонда мен сізге звондадым. Есіңізде ма? Мен еще айттым, ну неге Дәке соны жіберіп жатсыз там? Маған сіздер кішкене как жүрмейміз, реальный шанс, шығады, короче, айырады, өлтіреді. И мен сонда конкретно, Дәке, шынымды айтайын, я вас еще больше зауважал. Вот именно то, что өз ученикіңізге сондай доверие, вера болғанда, я думаю, это вообще супер тренер деп ойладым. И даже кіммен шықты? Умармен. До этого Умар барлықтарын финишпен, нокаутпен жеңіп жүрді. Пожалуйста, 3 раунд болды. Бірінші раундта еще тем более там хайкикпен чуть ли не уснул, да? Чуть-чуть пониже бы удар болса, бітті, салам алейкум деп кетіп оны да біз дайындадық қой, тура сол удар. Пожалуйста. Сосын міне Катонамен шықты. Пожалуйста, нокаут. Енді Азат міне Тагир Уламбеков шығып жатыр. Тоже очень спорный для всех, да? Менің ойымша ол жеңді, былай айтайын. Ешқандай тем болған жоқ. Так что, мне кажется, сіздің учениктарыңыз могут топ-10-пен любоймен шығу. По-любому. Потому что даже ана алсақ Омар Нұрмағамедовпен қазір қандай орны? 3-ші ма? 3, по-моему, да? Уже. Почему бы и нет дегендей.
ол кезде тем более бекзат без формы бар ғой. Иә, тем более бекзат еще без формы. Қазір вот біз соны көрдік, допустим, да. Қанша ай болды Америкада дайындалғаны? Осы неде ма? Катомен Иә. төскенде ма? Катомен төскенде 1,5 ай. 1,5 ай, просто 1,5 ай. Ол жерде 3 ай дайындалса, акклиматизация бәрі, ол жерде күшті спарринг партнерлар бар, уже современные не всякие фишки, шнишки, нелері, тренерлары бар. Конечно, смело шығуға болады, мен ойымша. Сондай ұсыныс. Осы мысалы Катомен формасы, мысалы мен бекзатты білемін ғой, қанша бала кезден кеткен баламын. Осы формасын білемін, қандай немен кеткен. Бекзат формада болған кезде басқа ғой. Мысалы Омармен предлагать еткен кезде вообще ол қолы сынып. Сонымен келіп просто жай легкий тренировка жасап жүрген бала ғой. Предложение келді, сразу біз қабылдадық, кетті сонымен. Это вот кураж называется, это вот называется, қалай айта аламын қазір, орысшада айта алмай тұрмын, қазақшада айта аламын, это вот как вот, это фарт дейді ғой, вот, чисто, не то что везет сильнейшим, да, удача благоволит смелым, Александр Македонский, да, Искандер, айтқан сөздер, это просто шикарно, так что бекзатқа обязательно біз қараймыз, будем следить за его карьерой в любом случае. Теперь, келесі ученикіңіз, да, допустим, это уже жас ученик, жас болғанда, қанша, мен Тимур Серікұлы туралы айтып отырмын. По-моему, 1-2 жыл, да? Жоқ, 1 жылдай болды, да? Или қанша? Тимурға 1 жыл болды ма, болған жоқ, ол былтыр келді ғой, негізі Дартимнан келген бала ғой. Да, Дартимнан келген бала, и, допустим, сізге келді, да? Сіз бас бапкері, қазір сіз болып тұрсыз. Так, құрметті ағайындар, былай айтайын, міне 28 маусым күні Семей қаласында Абай бабамыздың спорт кешенінде Найза FC 74-ші халықаралық турнир өтеді. Сол турнирдің бас жекпе-жегі 70 келі салмақтағы чемпиондық белбеу, в общем, между Тимур Серікұлы, бас бапкері Даниш Түнгенбаев, и Қостанайдың жігіті Тамерлан Саралапов. Ол Арлан ММА Қостанай, оның бас бапкері Жарасхан Саматов. Осы белбеуге таласатын болды. Тимур Серікұлы бұрын 66 келі салмақта өнерін көрсеткен. Енді 70-ке ауысып жатыр. Соңғы жекпе-жегін как раз таки тоже Семейде өткізген кореялық жауынгер, ол жерде уже 70-те шықты, да? Ол жерде 70-ке шықты. Уже 70-те шықты, өте әдемі, өте күшті жекпе-жекті көрсетті. Тимур Серікұлы туралы айтып беріңізші. Вообще өз ойыңызды. Тимур Серікұлына келетін болсақ, ол былтыр мысалға маған келді, Дартимнан. Мен алдынан бері Найзадан прямой неден трансляция қараған кезде 2-3 бойын көргем. Көшенің ақанмен төскен бойы мен полын толып көрдім. Одан кейін ол гран-при болды. Иә, гран-при болды сәдесі. Өзі функционалдық жетіскен жоқ кім дейді. Иә. Бірақ өз Булачев. Иә, мен өз басым кейін Тимур маған келді ғой. Келген кезде де мен соны Тимурға айттым да, Тимур мен вообще сен сияқты баланы дедім да, вообще чердок бұзылғаны мен өзім таңғаламын дедім да. Қалай сені қойып тастады дедім, ол да өзі нетеді жаңағыдай. Мен мысалға ондай өсетін балаларды мен өйтіп прямо рисковать етіп мықты балалармен қоймас едім мысалға. Мықты болғанда енді принципі Тимурдың өзі де мысалы осал болған жоқ, просто ода бір несі функционалка жағынан қамат етті. А функционалка это ваш козырь. Ол функционалка адамда болса, боесте, функционалка болса, ол өзінің жаңағы сенімдеген нәрсесін істейді. Басы да жұмыс жасайды. А функционалка жоқ болса, сен не істейсің? Бәрі қалады деген нәрсе ғой. Сондықтан да ең бірінші боеске ең жаңағы функционалка жағына мән беру керек қой. Соны прямо алып келу керек. Функционалка. Кейін келдім, мысалы келген кезде Тимур осылай жалғыз Тимур келген жоқ ол жерде. Бірнеше боес келген. Бірақ бірнеше боестің ішінен жаңағы кім осы Тимур қалды, кейін кім Елшат деген боес. Ол бірақ әлі бойға шыққан жоқ, енді залға келіп жүр. Қалған боестер кетті, енді өздері басқа залдарға кетіп қалды. Тимурмен мен айтайын, сразу бірден жаңағы біз общий тіл табыс деді ғой жаңағы. Бірден сөзіміз де жарасты, ол да маған жаңағы нездеген сөз ұнады, мен де оны ұнадым деген сияқты екеуміз бірімізді түсіндік. И бірден осылай ақындап жарыстарға дайындалып бірге жүреміз деп келістік. Содан бастап осы Кореяны берді, жаңа кореец боесті. Соған да өзіміздің залдан дайындалды, мысалға дайындалып барды. Оның да мысалы Тимурдың өзінің ағайлары бар, мысалы Семейден келген ағайлар бар, басқа да ағайлар бар. Өте жақсы жекпе-жек көрсетті. И осы жекпе-жекте де мысалы өзі айтып жүрді, Саралаповпен бойы бұдан аға деп көріңізші деп. Бойын көріп жүрдім, мен бірнеше рет көрдім, айттым Тимурдан қабылдай бер дедім. Егер саған предлагать етсе, отказ берме дедім, қабылда дедім. Солай болды ма екен? Аха. Все. Аха.
айта беріңіз. Потому что сен одан не үшін қорқасың? Егер сен осындай байестерді ұтпайтын болсаң, сен дальше қай жаққа барамын деп отырсың. Дәл айтып отырсыз. Дәл дұрыс. Қай жаққа барасың? Сен бұндай байестерді ұтпай, сен қазір бұдан да слабыйлармен төбелессең, сен өзің уровеньді түсе береді. Лучше мыналармен дайындал, бірақ бұған сен алдын ала дайындал, сборлар өтіп кел, сөйтіп дайындалсаң, сен функционалдың болса болды, ешқандай проблема болмайды сенде. Қазір конкретно ана кімменді халықпен дайындалып жатыр. Қазір Тимур мысалға мен өз басым прямо қасында жүрген жоқпын. Осетияға барып келді сборға, мысалы видеомен сөйлесіп жүрдім, постоянно жаңағы 4-5 күнде бір рет хабарластым, тренировочный процесстарды сұрадым, тау жақта жүгіріп еді, кейін содан Дагестанға барып келді, Дагестанға барған соң уже ясно ғой, ол жақтан өтті де бірден семейге кетті. Қазір мысалы кешегі күні ғана сөйлестім, салмақ қу жағын жаңағы тоже ақылдастым, қанша килограмм қалай істейсің, қалай нетесің деп примерно өзім айттым, өзі де примерно жасап жүріп, тура сол этаппен жаңағы постоянно связанымыз. Тамерлан Саралаповты қалай жеңуге болады? Оны енді өзіміздің нелеріміз бар, қойып қойған. Пока айтпайсыз да? Финиш болады ма әлде ұпай-санмен? Финиш болып кетуі мүмкін. Даже вот так? Даже болып кетуі мүмкін, бірақ енді Саралапов енді оңайшылықпен просто так ол не алмайды, ол байыз. Не дейсіз өз ойыңызда Саралапов туралы айтып жіберіңізші? Саралапов ол енді опытный байыз ғой, Қасқар. Қасқар. Просто так сдал. Лақабаты да Қасқар. Ол сондай ма? Лақабаты Қасқар. Білмейді екен, ол мысалға просто так сдавать етпейді ол. Оны ұтсаң только жаңағы алдап балмен жындық болып сауал болады. Солай ма екен? Конкретно тема көреміз. Құрметті ағайындар, тағы да еске сала кетейін. 28 маусым күні міне, қашан? 1-2 күн қалды. Мен өзім жұма күні ұшамын сол жаққа. Нереальный жекпе-жек болайын деп жатыр. Тимур Серікұлы, Тамерлан Саралапов чемпиондық белбеуге таласады. Обязательно қарау керек. По-моему, тікелей эфир Спорт плюс Қазақстанда өтеді, телевидениеда и YouTube канал арналарында өтеді. Сосын Найза ТВ YouTube жоқ, YouTube емес, сайттарында өтеді. Так что обязательно қараңыз, бытчы жекпе-жек болады. Однозначно мен Тимурды да білем, Тамерланды да білем, не сдаются вообще. Пока өліп қалмаса жатады. Мен өзім Тимурды суперзак жасап көрсететем өзім. Супер, вау. Тем более, міне қараңыз, Тимур Серікұлы да Дағыстанда, Осетияда дайындалды. Тамерлан Саралапов Ахмат клубында Чечняда, Чеченстанда дайындалған. То есть прям нереально. И еще Тамерланның бас бапкері Жарасқан Саматов солда сол жақта болады. Біз жас бапкер, жақсы жігіт. То есть это будет прям битва бапкеров. Салмақ жасау керек енді оғларға. Өте жақсы жігіт, кстати говоря. Білесіз ба? Танысыз ба сол жігітпен? Кіммен, Жараспен ба? Иә. Бұлай танимын ғой. Өте жақсы жігіт, такой порядочный, культурный молодой человек дейді. Қазақтың қарапайым жігіті, бұлай қарағанда. Кстати говоря, вот чисто мінезімен сіз сияқты. Честно скажу, вот такой. Вот действительно спокойный, культурный, воспитанный дегендей. Вот менің соңғы сұрағым. Қазақстан ММА бойынша не айта аласыз? Не болып жатыр қазір? Дұрыс жүріп жатырмыз ба? Дұрыс жүріп жатқан жоқсыз ба? Ошибка, қате-мате, осы вообще полностью в принципе философия қандай бізде? Допустим, біз все-таки Кавказ емеспіз. Біздің кішкене менталитетіміз басқа. Қалай көріп тұрсыз? Міне UFC-ға бардыңыз, UFC-лардың турнирларын көріп жүрсіз, ACA-лардың көріп жүрсіз. Осы туралы өз ойыңызды айтып жіберіңізші. Біздің қазақтар туралы. Жалпы осы Қазақстан ММА жаңағы профтар болсын, не жайында жалпы сол. Енді өте орынды сұрақ қойғансыз негізі, конкретно айтқан кезде. Мен енді осы қазақстандықтарға көп жерде де өзім былай айтамын, бізде өз басым мысалы бізде екі нәрсе бар. Қазақтарға. Бірінші нәрсе қызғаныш деген нәрсе бар. Екінші нәрсе көре алмаушылық деген нәрсе бар. Біз бірімізді көре алмаймыз, өсіп бара жатса аяғынан тартқымыз келеді. Соң қызғанамыз. Анау жаңағы мықты болып кетсе, мықты спонсор тауып кетсе, болмаса чемпион болып кетсе, жаңағы қызғаныш деген нәрсе бар. Бұл нәрсе бұл адамда жаңағы осы екі нәрсе бізде болмаса, біз уровеньне кететін еді негізі деп ойлаймын енді өз басым. Жалпы былай келген кезде жаңағы тартыс талас дейді ғой, жаңағы тартыс талас болмаса тоз болмайды. Мысалы әрбір клубтар бар, бірнеше клуб осы бірнеше жылдың ішінде бізде неше клубтар ашылып кетті. Каждый клубтың өзінің жаңағы бір әйтеуір аз жерден бір примерно спортқа қатысқан жігіттер зал ашып кетті, тренер, бапкер болып жұмыс жасап жатқандар бар. Көзге көрініп жүрген мысалы Айбек ағайымыз бар, одан да басқа бапкерлеріміз бар, мысалы көзге көрініп жүрген.
сол клубтармен жаңағы не тартыс қой мысалға. Бір бірімізге жаңағы қарым қатынас. Мысалы мен өз басым Айбек ағаймен болсын, басқа да бапкерлер болсын, мен ешқашан жаңағы оларға жаңағы жаман несін көңілім жоқ. Ниетім де жоқ, жаман нәрсе сөзім де жоқ, шын айтсам. Просто жаңағы өсіп жатқандарын көресің, балалардың қалай өсіп жатыр, қарайсың. Мысалы бірнеше жылдың ішінде мысалы тоже өте мықты нелер көрсетті ғой. Мысалға Баястер қанша атын шығарды мысалға клубтар. Қазіргі уақытта мысалы Алматының өзінде қанша нелер бар, мысалы клубтар бар. Осы жақында көзге көрініп жүрген Сақ Протин бар, Дартем бар мысалға. Одан аса біздің клуб бар. Каждый клубтың өзінің бір нелері бар. Сондықтан жаңағы біздің Баястер солармен бірге жаңағы бірмен бір жаңағы тартыс таласпен жаңағы өседі деп ойлаймын. Каждый жаңағы тем более мысалы өзінің әрбір өзінің клубтың жаңағы спонсорлары бар. Біз өзіміздің клубтың жаңағы біздің өзіміздің спонсорларымыз бар. Осы бір жыл, 2 жылдың ішінде жаңағы тағы да мысалға бізге ашық айтқан кезде Кеңес Рақышев ағамыз мысалға Бекзат Алмахан мен Азатқа өте қолдау көрсетіп жатыр. Бұл жерде спонсордан да жақсы көмек болса, мысалға қай жаққа сборға барғың келеді, қандай ниетің келеді деп ешқандай проблема болмаса, Баястар өседі ғой бұл жерде. Сол сияқты мен жалпы қазақстандық ММА келген кезде мен жылдан жылға бізде уровень өсіп жатыр деп айта аламын. Тем более қазір ММА любительскийде мысалға өте мықты результаттар болса, мысалы кеше Гаммада қандай Иә, 3-ші орын, бірақ та 11 алтын жұлдыз. Ол любительде результат көрсетті деген нәрсе қанша мысалға Баястер, мысалы мен қазір өзі оқушым, мысалы Азат пен Бекзат, олар бірден олар профқа қатысқан жоқ қой. Олар жекпе-жекте қанша любитель. Баяс қаншалықты любительскийде бой көп өткізсе, ол ертең профта өте не болады. Мықты нелер көрсетеді. Жекпе-жекте көрсетеді. Тем более біздің любительский қазір ММА-дан да, жаңағы Гаммадан да бізде Қазақстан танымайтын қазір спортшылар 1-2 жылдың ішінде мықты уровеньда өнер көрсететініне мен сенімдімін мысалы. Көзқарасым. Аумин. Құрметті ағайындар, бізбен болған Триумф Файт бас бапкері Данеш Дүнгенбаев. Барлықтарыңызға сау саламат.